ораза ұстаушы бір жағынан періштелерге ұқсайды дейді. Періштелерге ұқсайды дейді. Періштелер білеміз ғой, олар ішпейді, жемейді, нәпсісі тек қана нәпсісі жоқ, тек Алла Тағала не нәрсені бұйырады, соны не істейді, орындайды. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala осы Рамазан айында өзінің разылығы үшін ұстап жатқан осы оразамызды өзінің құзырында қабыл етсін. Осы Рамазанға дейінгі халімізді, Рамазаннан кейін одан жақсы болуын, одан көркем болуын, одан әсем болуын Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Өздеріңізбен бірге осы таң намазының парызынан кейін иншалла Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах Риядус Солихин, яғни тақуалар бақшасы, Риядус Солихин деген имам Науауи рахимахуллах хижри бойынша, қазір біз хижри бойынша 1446 жылда болатын болсақ, Әл-Имам Ан-Науауи рахимахуллах хижри бойынша 631 жылы дүниеге келген. 631 жылы дүниеге келген, 676 жылы, яғни 45 жасында бұл дүниеден өткен, өмірін бойдақ болып өткен ислам әлеміндегі үлкен ғалымдардың бірі. Жалпы әлем бойынша Құран кәрімнен кейін ең көп таралған ислам әлеміндегі кітап ол Риядус Солихин. Құран кәрімнен кейін, яғни бұл да нені білдіреді? Имам Науауидің Аллах Тағаланың қалауымен несін, ықыласын, бұл дінге деген несі, махаббаты, Алла Тағаланың разылығы үшін деген несі, көрінісі. Имам Науауи рахимахулла жаңа айтып кеткенде 631 жылы дүниеге келген, 676 жылы дүниеден озған, 45 жыл ғана өмір сүрген үлкен Шафиғи мазхабының үлкен ғалымдарынан. Жалпы есімі Яхия ибн Шараф, яғни Шарафтың ұлы Яхия, лақабаты Мухиддин, яғни діннің тірілтушісі деген сияқты. Дін тірілтушісі. Куниясы Абу Закария. Абу Закария 631 жылы дүниеге келген. Сол Риядус Солихин деген кітап. Жалпы көптеген Қазақстанда бұл кітаптар оқылады. Тақуалар бақшасы, яғни имам Науауи рахимахулла пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям хадистерін бір кітапқа жинақтап, яғни күнделікті мұсылманға керекті болған, мұсылман адам бұл хадистермен танысу керек болған ең керекті деген хадистерді осы бір кітапқа жинаған екен. Соның біз ішіндегі бәбу уджуби сауми Рамадан, Рамазан айының оразасының парыздығы және де бұл айдағы ораза ұстаудың несі, артықшылығы, Алла Тағаланың алдындағы сауабы, сол жөнінде өтетін боламыз. Аллаху субханаху ва та'ала Құран кәрімде Бақара сүресінің 183 аятында Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун дейді. Қай аятқа дейін? Шахру рамадан аллази унзила фихил Құр'ану هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Allah Taala aytады: Ya ayyuhallazina amanu, wa iman keltirgендер, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum, сендерге дейінгілерге парыз етілгендей, дейінгілерге дейін, яғни мұсылмандарға дейін, пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалям несіне, үмметіне дейін өмір сүрген пайғамбарлар мен елшілерге де парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді дейді. Және Алла Тағала бұл 183 аяттың соңын лааллакум таттақун, мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Яғни жалпы ораза ұстаудағы мұсылман адамның негізгі мақсаты не болу керек? Тақуалығын шыңдау болу керек. Тақуалықта жаңа бір деңгейге шығу болу керек. Алла Тағала шахру рамадан аллази унзила фихил Құр'ан. Рамазан айы
әлгі сол бір ай унзила фихил Құран, сол айда Құран кәрім түсті дейді. Сол айда, яғни Рамазан айында Құран кәрім түсті. Енді бұл мәселеде Рамазан айында Құран қалай түсті деген сұрақ туады. Рамазан айында Құран қалай түсті деген сұрақ туады. Жалпы мұсылмандардың, үлкен ғалымдардың көпшілігінің көзқарасы бойынша Аллах субханаху тағала осы Рамазан айында Аллаухул махфуз дегенді білеміз, ақидадан өттік. Аллаухул махфуз деген Аллаху субханаху тағаланың 7-ші аспандағы тақтайшасы, тақтасы былай айтқан кезде, тақтайда. Содан Құран кәрімді 1-ші аспандағы орналасқан Бәйтул Изза, Изза үйіне не істейді? Түсіреді. Бір күнде түсіреді. Бір күнде. Яғни бір мәрте түсіреді. 7-ші аспаннан қай айда түсіреді? Рамазан айында түсіреді. Рамазан айында түсіреді. Қай жерден? 7-ші аспанда орналасқан Аллаухул махфуздан 1-ші аспанда орналасқан Бәйтул Иззаға түсіреді. Бәйтул Иззаға. Одан кейін барып Джибрил алейхиссалам уахи періштесі екен білеміз ғой баршамыз, Джибрил алейхиссаламның. Аллаху субханаху тағаланың әмірімен әртүрлі оқиғаларға байланысты, себептерге байланысты, әртүрлі жағдайларға байланысты қоғамда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айналасында болып жатқан сол Джибрил алейхиссалам Алла Тағаланың пәрменімен, Алла Тағаланың бұйрығымен Бәйтул Иззадағы Құран кәрімнің аяттарын, 1-ші аспанда орналасқан Бәйтул Иззада орналасқан Құран кәрімнің аяттарын 23 жылдың ішінде әртүрлі оқиғаларға байланысты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам толықтай түсіріп бітіреді. Яғни сонда әуел баста біз сонда мына жерде Рамазан айында Құран түсірілді деген кезде нені түсінеміз? 7-ші аспандағы Аллаухул махфуздан 1-ші аспанда Бәйтул Иззаға түскен түсінеміз. Содан кейін барып 23 жылдың ішінде Бәйтул Иззадан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көкірегіне не істейді? Түседі пайғамбарымыз. Енді оның несі бұрынғы сабақтарда айтқанбыз, оны Джибрил алейхиссалам бірнеше мәрте Алла елшісіне келуі, Алла елшісін саллаллаху алейхи вассалам алдын ала дайындауы. Өйткені уахи деген нәрсені қабылдау оңай емес та. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уахи келген кезде өте қатты қиналатын болған. Яғни оңай істерден емес, несі пайғамбар мысалы уахидің да түрлері болатын болған. Мысалы андай не дейді ғой, қоңырау дейді ғой, қатты соққан кезде. Дәл сол сияқты келетін түрлері де болған. Кейбір сахабалар Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам не келгенін, уахи келгенін неден білетін болған? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мүбәрак маңдайы терлеп кететін болған қатты. Терлеп кететін болған. Яғни ауыр нәрселер келіп жатыр да, ауыр нәрселер келіп жатыр. Соны айтып жатыр Аллаху субханаху тағала, бұл Рамазан айы, бұл айда Құран кәрім түсті. Бұл Құранда не бар? Адамдарға тура жол бар дейді. Құран кәрімде адамдарға тура жол бар, және де жалған мен ақиқатты ажырататын нәрселер бар дейді. Анық дәлелдер бар дейді. Жалған мен ақиқатты ажыратып беретін анық нелер бар, дәлелдер бар дейді. Фәмен шахида минкуму шахра фалиясум. Кімде-кім бұл айды көретін болса, ораза ұстасын дейді Алла Тағала. Кімде-кім, мысалы біз кеше нешесі болды? Шабан айының 29-ы болды. Бүгін мысалы Шабан айының нешесі емес? 30 емес. Біз білеміз ғой, мұсылмандардың күнтізбесінде әр ай я 29 күн болады, я 30 күн болады. Мұсылмандардың күнтізбесінде 28 күн, 31 күн деген болмайды. Я 29, я тікелей неге байланысты? Айдың туып, жаңа айдың естеуіне байланысты осы аралықты айтады. Осыны айтады. Енді Аллах Тағала айтады, осы айды көрген адам кім куәгер болады осы айдың туғанына? Онда ораза ұстасын дейді. Онда ораза ұстасын. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Кімде-кім қатты науқас болатын болса, ораза ұстай алмайтындай, немесе сапарда болатын болса, онда Рамазаннан басқа күндері қазасын өтеп берсін дейді. Енді біз Рамазанға дайындық ретінде сабақтарымызда өттік. Қандай ауруға рұқсат беріледі, қандай науқас адамға аузын ашып жіберсе рұқсат беріледі. Ол білікті дәрігерлер оны не істеу керек? Сен денсаулығын көтермейді деп айту керек. Сол мәселені айттық. Және де не мәселеде? Сапар мәселесінде сапарда көбінесе адамдардың Рамазан айының оразасын ұстаған кезде қателесіп кетіп жататын жері, ол таң намазының уақыты кіріп кеткеннен кейін сапарға шығады. Содан кейін аузымды ашсам болады деп ойлайды.
Ал негізі жалпы шариғат бойынша рұқсат беріп тұрған таң намазына дейін сапарға шығатын болсаңыз, аузыңызды ашсаңыз болады. Ал егер таң намазының уақыты кіріп кеткеннен кейін әлі сіз өзіңіздің тұрғылықты жеріңізде болатын болсаңыз, мысалы Құлсарда болатын болсаңыз, таң намазының уақыты кіріп кетті ме, енді сізге рұқсат берілмейді, өйткені ораза басталып кетті. Сіз қашан таң намазының уақыты кіргенге дейін сапарға шығып кетсеңіз, ол кезде несіз? Еріктісіз ұстайсыз ба, ұстамайсыз ба? Осы нәрсені Аллах Тағала Құран кәрімде айтып жатыр осы аяттарда. Ораза, жалпы біз осындай дәрістерде отырған кезде бірінші бір мысалы жаңа бір ұғыммен танысатын болсақ, тілдік мағынасын және де шариғи мағынасын, яғни ислам дінінде шариғи мағынасымен танысамыз. Бірінші, ораза дегеніміз, жалпылама ораза дегеніміз кез келген нәрседен тыйылу деген нәрсені білдіреді. Кез келген нәрседен тыйылу. Мысалы, адам сөзден тыйылады. Кімнің оқиғасында? Иса алейхиссаламның анасы Мәриям анамыздың оқиғасында. Нені өзінің Иса алейхиссаламды алып келген кезде не істемейді? Қауымына сөйлемейді. Немесе адам істен тыйылуы. Кез келген адамның бір нәрседен тыйылуына жалпылама ораза делінеді. Ал шариғи бойынша манағы белгілі бір уақыт, таң намазының уақыты кіргеннен бастап күн батқанға дейін оразаны бұзып жіберетін тікелей немесе ауыспалы мағынадағы нәрселерден тыйылу ораза деп аталады. Мысалы, таң намазының уақыты жаңа кірді, осы уақыттан бастап сіз әдейілеп тұрып не істемейсіз? Су ішпейсіз, тамақ жемейсіз, өзіңіздің адал болған жұбайыңызбен қосылмайсыз. Осы нәрсе, және де басқа да нәрселер, оразаны бұзып жіберетін нәрселерден не істейсіз? Сіз тыйылуыңыз керек. Енді Рамазан айының парыз оразасы. Хижри бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Абу Бәкір радиаллаху та'ала анху екеуі Меккеден Мединеге хижрет еткен жылдың келесі жылы парыз болған. Келесі жылы не болған? Парыз болған. Сонда хижреттің нешінші жылы деп айтамыз? Екінші жылы деп айтамыз да. Яғни хижреттің екінші жылы Аллаху субханаху ва та'ала мұсылмандарға Рамазан айының парыз оразасын парыз еткен да, Рамазан айының оразасын парыз еткен. Енді ғалымдарымыздың мынандай бір сөзі бар. Баршаңыз білесіздер, басында пайғамбарымызға пайғамбарлық келген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам және де сахабалар бас кезеңінде қыбла қай жақ болды? Бәйтул Мақдис болды. Яғни Палестинада Қудс, яғни Иерусалим дейді ғой. Мұсылмандар әу баста сол жаққа қарап не істейтін болған? Құлшылық жасайтын болған. Намазды сол жаққа қарап оқитын болған. Яғни сол үшін де Иерусалим, Қудс, Палестина әрбір мұсылман үшін маңызды болып қала береді қиямет қайымға дейін. Яғни оны былай кетіріп тастау мүмкін емес адамның несінен, ислам дінінен. Өйткені ол не? Қасиетті жер мұсылмандар үшін. Мысалы, ең бірінші біз не дейміз? Мекке, Медина, үшінші қай қала келеді? Палестинадағы Қудс қаласы, яғни Иерусалим қаласы келеді. Сол манағы несі? Рамазан айының парыз оразасы қашан парыз етілді дейді? Қыбла Бәйтул Мақдистен, Қудстан Меккеге, Каабаға бұрылғаннан кейін, жылжарымнан кейін парыз етілді дейді. Жылжарымнан кейін парыз етілді дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде Аллаху субханаху ва та'ала жаңа айтты ғой, сендерге дейінгі үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді дейді. Парыз етілді дейді. Яғни, мына жерде айтып жатыр, яғни Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммадқа дейін саллаллаху алейхи уассалам жалпы үмметтерде ораза деген құлшылық болған. Ораза деген осындай не болған? Құлшылық болған. Шафиғи мазхабының үлкен имамы Ибн Хаджар ал-Асқалани айтады. Мына жерде Аллах субханаху та'ала айтты ғой, сендердің алдарыңда өмір сүргендерге парыз етілгендей, сендерге де парыз етілді деген кезде біз мына нәрсені түсінбейміз. Керек. Бізде мысалы біздің оразамыз қандай? Мысалы, таң намазының уақыты кіргеннен бастап күн батқанға дейін. Және толық бір ай болады да, я 29 күн, я 30 күн болады. Ал басқа қауымдарда ораза деген құлшылық болған. Бірақ да дәл біздікіндей емес. Дәл біздікіндей болуы не емес, міндетті емес. Мысалы, оларда күн жағынан әртүрлі болуы мүмкін, немесе ұзақтық жағынан әртүрлі болуы мүмкін. Сонда бірден андай нәрсені ойлап қолмай, басқа пайғамбарлар мен елшілерінде қауымдар біздер сияқты, таң намазының уақытынан біз сияқты ұзақтықта, біз сияқты күнде не
дәл сондай ораза ұстаған жоқ, ондай емес, әртүрлі оразалар. Оразалардың өзі не екен? Әртүрлі екен. Енді хадис оқимыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабасы Абу Хурайра, Алла ол кісіден разы болсын, Абу Хурайра радиаллаху та'ала анху, Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам ең көп хадис риуаят еткен жан. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам ең көп риуаят еткен, хадис риуаят еткен жан. Сол Абу Хурайра айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұлай деп айтты дейді. Ал Алла елшісі болса саллаллаху алейхи уассалам ұлық болған Аллах Тағала бұлай айтты дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздерін тікелей кімнен риуаят етіп жатыр? Алла Тағаладан айтып жатыр. Алла Тағаладан айтып жатыр. Енді Алла Тағаланың сөздері. Күллу амал ибни адама лаху илля сиям. Адам баласының әрбір амалы өзі үшін дейді. Өзі үшін, өзінің бас пайда үшін. Илля сияма. Тек оразадан басқа дейді. Оразадан басқа. Фа иннаху ли, расында ораза мен үшін дейді. Кім үшін? Алла үшін. Рас мен үшін деп жатыр. Ва ана аджзи бихи, оразаның сауабын, яғни жазасын, жақсы жағынан жазасын өзім берем дейді Алла Тағала. Яғни тікелей өзімнің қарауымда болады дейді. Ешкімге не істемейді. Мысалы, Алла Тағала адамдардың жандарын алудың қызметін кімдерге берген? Өлім періштесіне берген. Өлім періштесі. Мысалы, Уахидың періштесі Джибрил алейхиссалам. Сүрді үрлейтін Исрафил алейхиссалам. Содан бізде қандай періштелер бар жаңағы? Микаил, аспандар, ризықтар, жаңбырлардың жауы, әртүрлі табиғи құбылыстар. Мына жерден үш періштенің атын айттық қой жаңа. Джибрил, Микаил және де Исрафил дедік. Бұлардың аттары белгіленген негізі. Айта берсеңіз болады, проблема жоқ. Ал өлім періштесі келген кезде негізі Әзраил деген негізі ол өте әлсіз негізі. Әзраил періште дейміз ғой. Негізі ислам діні бойынша тек аты кім? Өлім періштесі тек қана. Әзраил деп былай жалпы әлсіз риуаяттарда келген негізі. Бірақ бір қатты бір таласатын мәселе емес. Бірақ жалпы былай білім мәжілісінде болғаннан кейін біліп жүру үшін. Манағы нәрсе сөйтіп өлім періштесі. Алла Тағала адамдардың жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдардың жанын алуды кімге тапсырған? Періштелерге тапсырған. Періштелерге тапсырған. Ал мына оразаның несін өзім берем дейді Алла Тағала. Алла Тағала өзінің қамқорлығында тікелей өзім берем дейді. Уассияму джунна. Ораза қалқан дейді. Ораза қалқан дейді. Фаиза кана яуму сауми ахадикум фала ярфус. Кімде-кім ораза болатын болса, қайсы бірің ораза болатын болсаңдар, фала ярфус. Жаман сөз сөйлемесін дейді. Жаман сөз сөйлемесін. Вала ясхаб. Айқайламасын дейді. Айқайламасын. Фаин саббаху ахадун ау қаталаху фалякул. Егерде кімде-кім оны балағаттаса, немесе онымен төбелескісі келетін болса, былай деп айтсын. Инни саимун. Мен оразамын деп айтсын дейді. Валлази нафсу Мухаммадин биядихи. Пайғамбарымыз өзінде айтсын, Мұхаммадтың жаны қолында болған Аллахтың атымен ант, лахулуфун фами саими атьябу индаллахи мин рихил миск. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, Аллах Тағаланың алдында ораза ұстаушы адамның аузынан шығатын иіс Аллахтың алдында хош иістен де не дейді? Ұнамдырақ дейді. Ұнамдырақ дейді. Осы нәрседе көрдіңіз, сіз деген мысалы адамдардан ыңғайсызданасыз, кішкене не істейсіз, қиналасыз, ұяласыз, бірақ сол аузыңыздан шығып тұрған жағымсыз иіс Аллах Тағалаға не болып тұр? Ұнамды болып тұр да. Өйткені сіз сол иісті аузыңыздан не себепті шығып жатыр? Алланың разылығы үшін ораза ұстаймын деп шығып жатыр да. Алла Тағала оны өзін не хош иісті болған ең бұл әлемнің несі, хош иістерінің ең мықтысының өзін істей алмайды деп тұр, сонда оған жете алмайды деп тұр да. Лисаими фархатан. Ораза ұстаушының екі несі бар дейді? Қуанышы бар дейді. Ол екеуіне қуанады дейді. Ида афтара фариха би фитрхи. Егерде күнделікті ораза ұстаған кезде, аузын ашқан кезде бір қуанады дейді. Ва ида лақия раббаху фариха би саумихи. Егерде қиямет қайым күні Раббысын кездестірген кезде екінші қуанады дейді. Раббысын. Неге үшін? Не үшін? Өйткені мына дүниеде ораза ұстаған үшін қуанады да. Өйткені қаншама адамдар бар, ораза ұстамай, денсаулығы айтқан кезде тепсе темір үзеді, айтқан кезде әртүрлі жиындарда ортаны бермейді, сөйлеген кезде алдына жан салмайды,
барлық уақытта алда жүру керек, ол көрініп жүру керек. Рамазан келген кезде денсаулығы жетпей қалады оның. Сол үшін де қиямет қайымда біз ораза ұстаушылар не істейді екен? Қуанады екен да, ораза ұстаушылар. Осы нәрсе. Бұны имам Бухари және де имам Муслим риуайт еткен. Имам Бухари айтады, Аллах Тағала жеткізген кезде, имам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ятруку таамаху, өзінің тағамын тастайды дейді. Адал болып тұр ғой негізі сізге тамақ. Бірақ тастап тұрсыздар Раббыңыз үшін. Өзіңіздің сусыныңызды және өзіңіздің шахуатыңызды тастап тұрсыздар Раббыңыз үшін. Тастайды дейді. Мен әжілі, Алла айтады, менің разылығым үшін дейді, мен үшін дейді. Ас-сиямули, ораза мен үшін, оның жазасын мен берем дейді. Вал хасанату би ашри амсалиха, ал жақсы игі іс болатын болса 10 есе дейді. Яғни ең минимумы 10 есе дейді, 10 есе. Екінші бір риуаятта, күллу амал ибни адама юдааф, адам баласының әрбір амалы еселенеді дейді. Яғни Аллах Тағаланың мейірімі еселеніп кетеді, болды. Бір адамға бір садақа бердіңіз ба, минимум 10 есе аласыз да. Минимум 10 есе аласыз. Оған ешқандай не болмау керек, күмән болмау керек да. Ал-хасанату би ашри амсалиха иля 700 ضعфин. Бір сауапты амал 10 еседен бастап 700 есеге дейін дейді. 10 еседен бастап 700 есеге дейін. Қал Аллаху Та'ала, ұлық болған Аллах Тағала айтты, илля саум, оразадан басқа дейді. Сонда ораза жаңағы 10-нан 700-ге дейін не істемейді екен, кірмейді екен оған. Мына ораза біздердің ұстап жатқанымыз 10 еседен бастап 700 есеге дейін кірмейді екен. Аллах Тағала айтады, фа иннаху ли, расында ораза мен үшін дейді Аллах Тағала, ва ана аджзи бихи, мен жазасын, яғни жақсы жағынан сауабын мен берем дейді. Ядау шахватаху ва таамаху мин аджли, шахуатын және де тағамын мен үшін тастайды. Ораза ұстаушының екі несі бар? Қуанышы бар. Біреуі аузын ашқан кезде, екіншісі Раббысын жүздестірген кезде, Раббысын көрген кезде дейді. Валя хулуфу фихи атьябу индаллахи мин рихил миск. Ораза ұстаушының аузынан шығатын, ауыз қуысынан шығатын иіс Аллах Тағаланың құзырында хош неден? Мисктен де қайырлы дейді. Ұнамдырақ дейді, ұнамдырақ дейді. Осыны Аллах Субханаху Тағала бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы не істеп жатыр, жеткізіп айтып жатыр да, жеткізіп жатыр. Енді айтады, мына жерде айтты ғой жаңа. Ас-сауму джунна дейді. Ораза қалқан дейді да, ораза қалқан. Қалқан деген білесіздер, мысалы бұрынғы жаугершілік заманда не істейтін болған, жебелер өтіп кетпесін деп, немесе қылыш кесіп кетпесін деп, батырларымыз, ата-бабаларымыз өзіміздің де қалқанмен соғысатын болған. Қалқан. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ораза қалқан деп жатыр да. Ораза қалқан деп жатыр. Енді қалай қалқан болады ол? Ораза қалай ол? Біз көзіміз көріп жатқан жоқ қой қалқан деген. Қалай қалқан болады дейді? Айтып жатыр мына жерде хадистерде, өйткені ол адамды тозаққа салып жіберетін шахуаттардан қалқан болады дейді. Көрдіңіз бе? Шахуаттардан, яғни ораза ұстаған кезде адамның нәпсісі әлсірейді. Адам неден? Шектен шығуға әлсіреп қалады да, әлсірейді. Яғни бұл да бір үлкен не бар? Хикмет бар да. Сосы арқылы шахуаты әлсірейтін болса, шахуатқа көп бойсұнбайтын болса, ол өз кезегінде тозақтан не істей бастайды? Алыстап бастайды. Тозақтан алыстап бастайды. Айтады, лианна нара хуфат би шахават, өйткені тозақ адамның шахуаты жақсы көретін нәрселермен істеп қойған дейді, қапталып қойған дейді. Сынақ па? Сынақ. Емтихан ба? Емтихан. Ақыл жетіп тұр ма? Жетіп тұр да. Яғни барлығы оп-оңай болатын болса, онда сынақ мен емтиханның ешқандай несі қалмайды, мән мағынасы қалмайды ғой. Тозақ нелермен адамның шахуаты оңай жететін, жылтырақ, ойын сауық, әшекейлерімен істеп қойған екен, сонда Аллах Тағала әсемдеп қойған екен. Ал жәннатты құлшылықтармен нәпсіге ауыр келетін нәрселер, нәпсіге ауыр келетін, тұру керек, оқу керек, Құран оқып үйрену керек, қажылыққа бару керек, зекет беру керек, мұсылмандармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Оңай емес та, оңай емес. Адамдардың қас-қабағына қарап жүру керек, адамдарға дінді жеткізу керек. Ол қабылдағысы келіп тұрған жоқ, бірақ сен оны айналып өтуің керек мысалы. Сондай нәрселер да, сондай нәрселер. Осы жерде айтып жатыр, фәлә ярфус, жаман сөз сөйлемесін дейді. Жаман сөз сөйлемесін, андай боғауыз болған, әдепсіз болған, төмен болған, мұсылман адамға лайықты болмаған сөздерден алыс болу дейді.
Одан кейін валя ясхаб, ашуланған кезде айқайламау, дауысты көп не істемеу, көтермеу Рамазан айында. Осының барлығы біздің Рамазан айынан алуымыз керек болған нелер, барлығы да пайдалар дейді да, осының барлығы. Енді айтады, бұл Рамазан айының оразасы, жалпылама ораза деген құлшылық. Мұсылманды мына дүниеде және ақыретте адасып кетуден не істейді? Сақтайды дейді. Адасып кетуден сақтайды дейді. Ораза ұстаушының әдебі, жаман болған сөздерді тастау керек, және даусын естемеу керек, қатты бақырып, айқайлап сөйлемеу керек дейді. Адамдар бізге ораза ұстаушы ретінде жаман сөздер айтатын болса, шектен шығып жатса да, не істеу керек? Сабырлық сақтап, бізде қазақта айтады ғой, не дейді? Таспен атқанды аспен айт дейді. Қазақтың атауларымыздың кәдімгі сөздері әдемі қойылғанды, жақсы да, әдемі. Ар жағы исламнан келіп жатыр да, өйткені 1465-66 жылдары Керей атамыз бен Жәнібек атамыз қазақ хандығын құрылғалы бері қазақ хандығының атауларымыздың ресми діні ислам діні, мұсылман да атауларымыз келе жатқандары барлығы да. Сол біздің ырымдар, мысалы салт дәстүр, енді салт дәстүрдің озығы бар, тозығы бар, енді ондай нәрсе, бірақ жалпылама қуып келген кезде исламнан несін тауып алуға болады? Бір түбірін тауып алуға болады да, түбірін тауып алуға болады. Осындай таспен атқанды аспен ат деген сияқты әртүрлі сөздер. Енді мынағы нәрсені айтып жатыр, мысалы мұсылман адам сонда оразадан қандай сабақтармен шығу керек? Өзінің бойындағы жаман қасиеттерден барынша арылуға тырысып, мұсылман адамның бойында болу керек, барша жақсы қасиеттерді істеу керек, бойына сіңіру керек екен, сіңіру керек. Мынада оразаның артықшылықтары көп. Бірінші қараңызды, былай деп айтады да, Әл-Имам Шурумбулали рахимахулла, Ханафи мазхабының 11 ғасырда өмір сүрген үлкен имамдарынан өзінің Марақил Фалах атты кітабында былай дейді. Егер де адам баласының нәпсісі ашығатын болса, аш болатын болса, онда адам баласының мына ағза мүшелері, көзі, құлағы, қолы, аяғы тояды дейді ол кезде. Тойып тұрады дейді. Ал тойып тұрған ит, тойып тұрған қасқыр, тойып тұрған арыстан өзінің жемтігін не істейді? Жемейді ғой. Тойып тұр ғой өйткені. Ол тек просто ойнап жүреді. Дәл сол сияқты, егер де сіздің нәпсіңіз аш болып жүретін болса, онда сіздің қолдарыңыз, көздеріңіз арамға баруды азайтады дейді. Мысалы, жаман нәрселерге көзіңіз түспейді, құлағыңыз жаман нәрселерді естімейді, тіліңіз айтпайды, қолыңыз біреуге зиян бермейді, ұрлық жасамайды, жемқорлық жасамайды деген сияқты, мысалы, аяғыңыз дұрыс емес жерлерге бармайды. Ал егер де адамның нәпсісі тойып кететін болса, онда мына ағза мүшелері ашығып қалады дейді, аш болады да, енді не істейді? Жан жағын жайпап бастайды дейді ол кезде. Хикмет. Үлкен ғалымдарымыз кітаптарында Құран мен сүннеттен барлығын тойдырып не істеп кеткен, барлығын толтырып жазып кеткен. Оқу қалып тұр да бізге, оқу. Мысалы, ислами, мысалы, дүкендер, мысалы, кітаптар, қазақша аударылған күшті кітаптар толып тұр да, сараптамадан өткен жақсы кітаптар. Енді алып, ақшамызды қиып, не істеу керек? Оқу керек та. Жалпы ғалымдарымыздың айтқан сөзі, кітап, мысалы, үйде кітап толтыру, сол үйге ризық пен берекет алып келеді дейді. Ризық пен берекет. Біз ойлаймыз, мысалы, ақшамыз кетіп қалды, одан да балама киім алып беруім керек еді, бір фастфуд жеп алуым керек еді деген сияқты, мысалы. Қиналып қаламыз кітап алуға келген кезде. Жоқ, алып қойыңыз, ертең балаңыз кішкентай шығар, алып қойыңыз, кітап алып қойыңыз. Ислами кітаптар болсын, немесе мұсылмандарға пайдасы беретін кітаптарды үйге сатып алу, яғни дұрыс кітаптарды, сол адамның үйіне берекет алып келеді, және ризығын көбейтеді. Енді мына жерде мен ризық алып келеді деген кезде, егер де сіздер ақшаны ойлаған болсаңыздар, өте тар ойлап тұрсыздар да. Сіздердің аман есен жүрулеріңіз, денсаулықтарыңыз жақсы болуы, үйдегілердің өмір жастарының ұзақ болуы, ешқандай әуе апатына, су апатына, көлік апатына ұшырамай жүруіңіз, міне ризықтың төресі да, иманның. Ал ақша келеді иншалла, Алла Тағаланың қалауымен. Алла Тағаланың қалауымен келеді. Сонда көрдіңіздер ғой, нәпсінің жағдайы тікелей біздің қолдарымыз, ағза мүшелерімізге тікелей байланысты болып тұр да. Тікелей байланысты болып тұр біздің нәпсіміз. Екінші ораза. Айтады,
Ораза ұстаушы бір жағынан періштелерге ұқсайды дейді. Періштелерге ұқсайды дейді. Періштелер білеміз ғой, олар ішпейді, жемейді, нәпсісі тек қана нәпсісі жоқ, тек Алла Тағала не нәрсені бұйырады, соны не істейді, орындайды. Ораза ұстаушы да, ораза ұстап жүрген кезде кімге ұқсайды? Бір жағынан періштелерге ұқсайды дейді. Періштелерге ұқсайды. Біз мысалы қазір таң намазының уақыты кіргеннен күн батқанға дейін ішпейсіз, жемейсіз, қосылмайсыз да, қосылмайсыз. Сол жағынан кімге ұқсап жатырмыз? Періштелерге ұқсап жатырмыз да. Осы нәрселер. Және де жалпылама парыз құлшылықтарға рия кірмейді дейді. Рия деген өте қауіпті нәрсе да. Кіші ширк та, ширк. Аллаға серік қосу. Неге? Өйткені сіз Аллаға құлшылық етіп жатсыз, бірақ мені көрсін деп басқаға көрсетіп істеп жатсыз. Бірақ мына осы парыз құлшылықтарға, 5 уақыт парыз намазға, парыз болған қажылыққа, парыз болған зекетке, парыз болған оразаға рия кіре алмайды дейді. Рия кіре алмайды. Яғни рия кіре алмайды деген сөздегі мақсат сауабын толықтай жоя алмайды деген сөз. Яғни сауабы мысалы миллион сауап тұратын болса, сіздің жүрегіңізде рия болса, ол 0 қылып тастай алмайды. Яғни азайтады. Онда да бұл жерде рия істей беру керек деген сөз емес, риядан барынша сақ болуымыз. Бірақ бұл да Алла Тағаланың несі, мейірімі. Парыздарға рия кіре алмайды деген нәрсе да. Иншалла Аллаху субханаху тағала нәсіп етсе, ертең Алла Тағала нәсіп етсе, таң намазынан осы уақытта қайтадан жалғастырамыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.